Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Бүгінгі бейне сабақта жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларациясын электронды түрде қалай тапсыру керек екенін сіздерге көрсетеміз. Декларацияны бірнеше жолмен тапсыруға болады. Мобильді e-салық қосымшасы арқылы, салық төлеушілер кабинеті арқылы, сондай-ақ e-gov портал арқылы. Бүгін біз салық төлеушілер кабинетінің көмегімен тапсырамыз. Ол үшін алдымен салық төлеушінің кабинетіне кіреміз, бізге электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Электрондық цифрлық қолтаңба кілтін таңдаймыз, порталға кіру үшін алдымен бірінші кілтті таңдаймыз, артынан құпия сөзін енгіземіз және ашамыз. Енді біз декларацияны толтыру үшін оң жақтағы күйге келтірулер баспаны басамыз, сонда нысандар тізімін күйге келтіру функциясын басамыз. Ары қарай тізімде керекті декларациясын табу керек. Ол үшін 2021 жылғы декларацияларын басамыз, 250 формадағы декларациясын таңдайсыз. Енді алдымызда көрсетіп тұрғандай декларацияны толтыру 6 кезеңнен тұрады. Мұнда керекті мәліметтердің бәрін толтырамыз. Аты, тегі, телефон номері, электрондық мекен-жайы. Көп жағдайда Қазақстан Республикасының резиденті болған соң, Қазақстан Республикасының резиденті деген белгіні таңдаймыз. Қай категорияға жататынымызды көрсетеміз. Мұнда біз көріп тұрғандай 2 категория бар. Сайланбалы лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар, сондай-ақ олардың жұбайлары болған жағдайда бірінші белгіні таңдаймыз. Егер де сіз қазіргі уақытта мемлекеттік қызметші болсаңыз, сондай-ақ оның жұбайы, онда сіз 2 категорияны таңдайсыз. Енді біз 2 кезеңге келдік. Бұл кезеңдегі толтыру міндеттемесі тек 2025 жылда басталады. Сондықтан ары қарай жалғастырып, келесі кезеңге өтеміз. 3 кезеңде декларацияның түрлері көрсетілген. Мұнда біз декларацияның бастапқы түрін таңдаймыз. 4 кезең. Айлық есептік көрсеткіштің 10 000 еселенген мөлшерінен аспайтын сомада қолма-қол ақша туралы мәліметтер. Мұнда өрісті қосу функциясын басамыз, ары қарай валюта коды мен сомасын толтыру қажет. Мысалға, Қазақстан теңгесі. Енді сомасын көрсетіп, жалғастырамыз. 5 кезеңде алдымызда көрсетілген ақпараттардың әр қайсысын жеке-жеке толтыруымыз қажет. Сыртқы мемлекетте тіркелген жылжымайтын мүліктің болуы туралы ақпарат. Мұнда біз Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тіркелген жылжымайтын мүлікті енгіземіз. Жылжымайтын мүліктің түрі, ел коды, сәйкестендіру номері, орналасқан жері толтырамыз. Ары қарай сыртқы мемлекетте тіркелген көлік құралдарының болуы туралы ақпарат. Өрісті қосу функциясын басамыз. Мұнда да біз шетелде тіркелген көлік туралы ақпаратты енгіземіз. Сосын Қазақстан Республикасынан тыс шетелдік банктердегі банктік шоттардағы ақша туралы ақпарат. Барлық банктік депозиттер үшін айлық есептік көрсеткіштің жалпы сомасынан 1000 есе асады. Толтырамыз. Банк мекемесінің сәйкестендіру нөмірі, банк мекемесінің атауы, елдің коды, валюта коды және сомасы. Ал енді келесі Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі туралы ақпарат. Мұнда да біз шетелде тіркелген мәліметтерді енгіземіз. Заңды тұлғаның сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның атауы, елдің коды, қатысу үлесінің мөлшері. Келесі, жылжымайтын, оның ішінде Қазақстан Республикасының тыс жерлердегі жылжымайтын мүлік құрылысына үлестік қатысу туралы мәліметтер. Яғни, алдыңғы жағдайда біз тек шетелде тіркелген мәліметтерді енгізсек, мұнда біз Қазақстан Республикасында және шетелдегі мәліметтерді енгіземіз. Келесі, инвестициялық алтын туралы мәліметтер. Мұнда да біз Қазақстандағы және шетелдегі мәліметтерді енгіземіз.
алтын салмағы, соммасы, ел коды, валюта коды. Ары қарай толтыратын ақпаратымыз. Ол бағалы қағаздардың, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі туынды қаржы құралдарының болуы туралы мәліметтер. Жалғастырамыз. Инвестициялық пай қорларының, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі пайлардың болуы туралы мәліметтер. Яғни, мұнда да Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі пайлар. Келесі зияткерлік меншік. Авторлық құқық объектілерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде объектілердің болуы туралы мәліметтер. Зияткерлік меншік объектісінің түрі, патент номері, ел коды және құқықты тіркеу күні. Келесі толтыратын ақпаратымыз есептік өлшем бірлігі айлық есептік көрсеткіштен 1000 еседен асатын өзге мүліктің, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердің болуы туралы ақпарат. Ары қарай дебиторлық, кредиторлық берешектің, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердің бар екендігін туралы ақпарат. Осы бөлімдегі мәліметтер шарт немесе міндеттеменің немесе талаптың туындауына негіз болып табылатын өзге құжат болған кезде толтырылады. Осы 5-ші кезеңнің соңғы толтыратын ақпараты сенімгерлік басқаруға берілген мүлік туралы мәліметтер. Ал енді 6-шы соңғы кезеңде біз қай мемлекеттік кірістер органында тіркелгенімізді таңдаймыз. Мысалға, Алматы қаласының Алмалы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы делік. Бұл жерде маңызды бір ақпарат. Егерде мысалға сіздің тұрақты мекен жайыңыз Алматы қаласы болып, бірақ өзіңіз басқа қалада жұмыс жасаған болсаңыз, сіз Алматы қаласындағы Алмалы ауданын таңдайсыз. Енді бар мәліметтерді толтырып болған соң, біз оны растауымыз қажет. Соңғы қадамымыз, алдындағыдай порталға кіргенде электрондық цифрлық қолтаңба кілтін қолданамыз. Бірақ мұнда екінші кілтті таңдаймыз, құпия сөзімізді тереміз. Жіберілу сәтті аяқталды. Қажет болған жағдайда қабылдау туралы хабарламаны сақтап алсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет.